Қытай мұсылмандарды, Құранды, мешіттерді қорлады. Соған Аллах қаһарланып, Қытайға вирус ауру таратты деп әбден қарғанып еді дінкеш муслимдер. Бірақ Қытай өзіндегі компаниялардың шетелдік акцияларын арзан бағада сатып алып, бір ұтып алды. Енді әлем вирустан құтыла алмай жатқанда, Қытайын вирустан құтылып, әлемге көмек қолын созып жатыр. Басқа елдер үйінде қамалып отырса, Қытайын әлде қашан далаға шығып, жұмыстарын бастап жіберді. Әлі Европадағы тағы да басқа шетелдегі компаниялардың акцияларын арзан бағада сатып алады. Осы сәтте Қытай экономикасын тағы да қуаттап алады. Аллахтың қаһары Қытай Құранды, мешіттерді, мұсылмандарды қанша қинаса да, оларға өтпеген екен. Қайта Қытайды көре алмайтын елдерге өтіп отыр. Бұл жерде айтқым келгені, басқа елді білімсіз, көргенсіз болып жамандай бермей, өзінің санаңды оятып, еңбектеніп, дамуға кірісу керек дегім келіп отыр. Ал қандай пікір айтасыңдар, замандас, елдес, қазақ тілді бауырлас достарым?